Бұл қорқынышты әрі күрделі оқиға 2013 жылы Лос-Анджелес қаласында Сесил Хауэрл атты қонақ үйде болған. Бұл қонақ үйдің аты бұрыннан жаман оқиғалармен байланысты еді. Бірақ сол жылы болған бір жағдай бүкіл әлемді таң қалдырды. Элиза Лам, 21 жаста, Канададан келген студент. Ол Америкаға жалғыз саяхатқа шыққан. Қаңтар айының соңында Элиза осы қонақ үйге орналасады. Алғашқы күндері бәрі қалыпты болды. Ол дүкендерге барып суретке түсіп әлеуметтік желіге жазбалар салған. Бірақ бірнеше күннен кейін Элиза жоғалып кетеді. Қонақ үй қызметкерлері оны соңғы рет лифт маңында көрген. Кейін полиция лифт ішіндегі бақылау камерасының видеосын жариялайды. Сол видео бұл істі қорқынышты етті. Видеода Элиза лифтке кіреді. Бірнеше қабаттың батырмасын басады. Бірақ лифт қозғалмайды. Ол есікке қарап тұрады. Біреуден қорыққандай. Сосын кенеттен бұрышқа тығылады. Жасырынған адам сияқты. Бір сәтте дәлізге шығып, біреумен сөйлескендей қолын сермейді. Бірақ камерада ешкім көрінбейді. Лифт есігі ұзақ уақыт жабылмай тұрады. Бұл видео интернетке тарағанда миллиондаған адам бір сұрақ қойды. Элиза кімді көрді? Бірнеше апта өтеді. Қонақ үй қонақтары шағым айта бастайды. Судың иісі өзгеше. Дәмі біртүрлі. Қызметкерлер шатырға шығады. Шатырда үлкен су багы орналасқан. Қақпағы ауыр, биік жерде. Сол бактың ішінен Элизаның денесі табылады. Ол қалай шықты? Неге жалғыз? Неге ешкім көрмеді? Тергеу басталады. Анықталғаны Элиза биполярлық бұзылыспен ауыратын. Ол дәрілерін уақытында ішпеген болуы мүмкін. Ресми қорытынды: жазатайым суға кету. Бірақ көп адам бұл нұсқаға сенбеді. Лифт есігі неге жабылмады? Шатырға шығатын есік қалай ашық болды? Ол неге өзін біреуден жасырғандай ұстады? Кейбіреулер бұл жай психологиялық күйдің әсері деді. Басқалары қонақ үйдің қараңғы тарихымен байланыстырды. Сесил Хауэрл бұрында көптеген жұмбақ өлімдермен аты шыққан. Элиза Лам оқиғасы әлі күнге дейін интернетте талқыланады. Лифт видеосы әлі бар, және ол әлі де адамдардың мазасын алады. Себебі ең қорқыныштысы, біз көрмеген нәрсе не болуы мүмкін деген сұрақ. Сіздердің пікірлеріңіз қандай? Комментарийге жаза кетіңіз. Сонымен қатар маған да тіркелуді ұмытпаңыз.